Сәлем достар, бүгін біз осы сумочканы үйренетін боламыз. Осылай лескамызды ұзын етіп алып аламыз. Одан кейін осы лесканың екі ұшын біріктіріп алыңыз да, осылай ортасына бір моншақ өткізесіздер. И оның ортасына әкеп екі лесканы теңестіріп аласыздар. Ұзындығы бірдей болу қажет. Және әр лескаға бір-бірден ежик моншақтан өткізесіздер. Бір-бір штуктан. Және осылай өткізгеннен кейін бір жемчуг өткізесіздер де, осылай өткізіп алып крючок жасайсыздар. Міне, қарап көріп алыңыздар. И осылай келесі лескамыздың ұшын сол крючоктан өткізесіздер. Осылай өткізіп аламыз. Және екі ұшын ұстап, осылай тартатын боламыз. Осылай соңына жеткізіп аласыздар да, жақсылап тартасыздар. Және крючок жемчуг моншақтың ішіне кіргізіп жібересіздер. Сыртына шығып қалмауы қажет. Осылай жақсылап тартып аламыз. Енді 3 моншақпен жұмыс жасаймыз. Ол дегеніміз екі лесканың ұшын аламыз. Әрқайсысына бір-бір ежик моншақтан өткізесіздер, міне. Әрқайсысына бір-бірден. Соңында жемчуг моншақты бір лесканың ұшына өткізіп аласыздар. Және крючок жасайсыздар оған. Және келесі лесканың ұшын сол крючоктан өткізіп тартасыздар. Екі лесканың ұшын осылай ұстап алыңыздар да, и осылай тартыңыздар. Сол кезде сіздерге оңай болады. Міне, осылай жақсылап тартасыздар. Жақсы формасын ұстау үшін міне уже біздің бірінші қатарымыз басталып жатыр. Тағы бір рет қайталап көрсетейін сіздерге. Міне осылай шығады. Формасын жақсы ұстап тұру үшін жақсылап тартуларыңыз қажет. Енді және дәл солай бір-бір ежик моншақтан өткізесіздер. Осылай өткізіп аламыз. Одан кейін бір жемчуг моншақты өткізесіздер де, крючок жасап, келесі лесканың ұшын осылай өткізіп аласыздар. Жақсылап тартамыз. Басында осылай леска ұзын болғандықтан кішкене қиынырақ болады, но асықпай жасаңыздар. Осылай дұрыстап аласыздар, асықпаңыздар. И осылай жақсылап тартып алыңыздар. Крючок моншақтың ішіне кіріп тұруы қажет. Осылай. Енді осылай жасап 12 қатар тоқисыздар. Ежик моншақты санағанда 12 шығу керек. Мен қазір 11-шісін аяқтадым. Енді 12-шісінде бізде поворот болады. Екінші қатарға өту үшін не істейміз? Лесканың бір ұшын аламыз. Сол лескаға бір ежик, бір жемчуг, бір ежик, 3 моншақ өткізесіздер. Соңғы өткізген ежик моншағыңызды крючок жасайсыз, міне осылай. Және келесі лесканың ұшын өткізесіздер де, жақсылап тартасыздар. Ежик моншақтың ішіне крючокты кіргізіп жібересіздер. Осылай жақсылап тартып аласыздар. Осылай тартып алған соң қарасаңыздар, лескамыз уже жанға қарап тұр. Енді біз екінші қатарымызды бастаймыз. Сырт жақтағы лескамызға біз 3 моншақ өткіземіз. Бір жемчуг моншақ, бір ежик моншақ және бір жемчуг моншақ. Осылай 3 моншақ өткізіп аласыздар да, соңғы жемчуг моншақты крючок жасау арқылы осылай біріктіріп аласыздар. Келесі лесканы осылай өткізесіздер, міне. И осылай тартамыз. Сол кезде бізде екінші қатардың бастамасы басталады. Әр қатарды бастаған кезіңізде 3 моншақпен, одан кейін осылай тек 2 моншақпен жұмыс жасайсыздар. Міне осылай өткізіп аласыз. Астың лескамызды бір моншақтан. Енді осылай екінші қатардың екінші несіне келдік, рядына.
Вот осылай жасап аласыздар да. Бір ежик, бір жемчуг моншақ өткізесіздер де, жемчуг моншаққа крючок жасайсыздар. Осылай келесі лесканы өткізіп, жақсылап тартасыздар. Крючокты моншақтың ішіне өткізіп жібересіздер. Және бір рет көрсетейін. Астыңғы лескамызды осылай ежик моншақтың біреуінен өткізесіздер. Ол келесі жаңағыдай қатарға өту үшін міне. И келесі моншақты тағамыз. Бір ежик моншақ, бір жемчуг моншақ. Жемчуг моншаққа крючок жасайсыздар. И келесі лесканы өткізіп аласыздар да тартасыздар. Солай жалғастырып кете бересіздер міне. Осылай тартып аласыздар да. Осылай бізде 4 қатар шығу қажет. Осылай барлығын жасап шығасыздар. 12 қатардан 4-еу болады бізде. Ол біздің сумочкамыздың астыңғы бөлігі болады. Міне ең соңғысы осылай поворот жасайсыздар тоже. Сыртынан бір моншақ өткізесіздер. Және осылай екінші моншақты өткізесіздер де крючок жасап, осылай өткізіп аласыздар. Міне, көріп тұрғандарыңыздай поворот жасалынды, тартасыздар. Дәл солай, ешқандай разница жоқ. Осылай жасап кете бересіздер. Бізде қазір леска таусылып қалды. Енді біз оны қалай аяқтаймыз? Дәл сол схема бойынша артқа қарай жүресіздер. Дәл сол өткізген моншақтарыңыздан артқа қарай міне. Бір моншақ артқа жүресіздер. 2 лескада. И ортадағы ежик моншаққа крючок жасайсыздар. Ол крючокты бір осылай қараңыздар. Осылай өткізіп аласыздар екі жағын. Одан кейін лескамызды бір ежик моншақтан өткізесіздер де үстіне келесі лесканы қоясыздар да айналдырып жаңағыдай крючок жасаласыз. Дәл сол крючок бойынша лескаңыз аяқталғанша соңына қарай кете бересіздер. 2-3 моншақ өткізіп. Содан кейін артық лесканы алып тастайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Жұмыс барысында бірден білетін боласыздар қалай жасалу керек екен. Если жаңағыдай өтпей қалып жатса, 2-3 қайтара иненің көмегімен осылай кішкене түртіп тесікті солай жасай аласыздар. Бірақ қатты жасауға болмайды. Кішкене жаңағыдай жол ашып алып өткізіп алуға болады. Міне біз 4 қатарымызды аяқтадық. Енді жаңадан қатар бастаймыз. Дәл солай бір ежик моншақтың бір шеттегі ежик моншаққа өткізіп аласыздар лескаларыңызды және дәл солай жалғастырып кете бересіздер. Осылай 3 моншақ өткіздім мен и крючок жасап 5-ші қатарын жасап жатырмын. Енді бізде 5-ші қатар ол жоғары қарай кетеді. 2 сумочканың 2 жағы болады. 2 жағын осылай жасап бастаймыз. Дәл сол схема, только жаңағыдай жоғарыға қарай жүресіздер. Ешқандай қиындық жоқ. Бірінші осылай 3 моншақтан бастайсыздар. Одан кейін 2 моншақпен дәл солай жоғары көтеріле бересіздер. Міне қараңыздар. Астыңғы лесканы, астыңғы бір ежик моншақтан өткізіп аласыздар. Міне осылай өткізіп аламыз. Тартасыздар. Жоғарғы жақтағы лескаға 2 моншақ өткізесіздер. Бір ежик моншақ, бір жемчуг моншақ. Және жемчуг моншаққа крючок жасап, дәл солай жалғастырып кете бересіздер. Сумканың ешқандай қиындығы жоқ. Тек осындай белгілі бірнеше схемалар бар. Сол арқылы жұмыс жасаңыздар болғаны. Осылай астыңғы лескадан өткізесіздер. Және үстіңгі лескадан 2 моншақ өткізіп аласыздар. Бір ежик, бір жемчуг айтқанымдай жаңағыдай. И крючок жасап,
келесі лесканың ұшын өткізіп осылай тартып аласыздар. Және қайталап өтейін крючокты моншақтың ортасына өткізіп жіберіңіздер. Ол шарт. Сол кезде сіздің сумкаңыз мықты болады. Және ешқандай жаңағыдай біреу үзілсе барлығы шашылып кету деген болмайды. Формасын жақсы ұстайды. Мен айтқан моншақты, мен айтқан размердегілерді алатын болсаңыздар, ештеңе болмайды. Осылай біз 9 қатар тоқимыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздар, осылай 9 қатар тоқитын боласыздар. Міне біз бір жағын осылай тоқып алдық. Енді екінші жағын дәл осылай тоқып аласыздар. Міне қараңыздар, осылай екі жағын тоқып шығамыз. Енді екі шеті қалды. Екі жағы 9-9 қатардан, ал асты 4 қатардан болады. Міне осылай тұрғызып аласыздар. Енді сумканы байқасаңыздар, бір қатар ішке кіріп тоқылған. Мен оны сырт жағынан көрсетіп отырам, но сіздер іш жағынан бір қатар ішке кіріп тоқитын боласыздар. Именно жемчуг моншақтан бастайсыздар, ұмытпаңыздар. Міне мен сіздерге қазір көрсетіп өтейін. Міне көрсетіп тұрған екі жемчуг моншақтың, бірақ екінші қатарынан осылай лескамызды өткізіп аласыздар. Мен сіздерге әдейі осылай екінші жағын түсіріп жатырмын, себебі бірінші жағы камераға анық түспейді екен. Міне осылай өткізіп аласыздар. Және жоғары жақта тұрған лескамызды соған екі моншақ өткіземіз. Біреуі осындай ежик моншағы, екіншісі осындай жемчуг моншақ өткізесіздер. Және жемчуг моншаққа крючок жасап, астыңғы лескамызды солай өткізіп аласыздар. Осылай жалғастырып кете бересіздер. Жақсылап тартып алыңыздар, чтобы осылай шығып кетпеу үшін. Сіздер осылай крючокты моншақтың ішіне салатын болсаңыздар, сол кезде босап кетпей формасын жақсы ұстайтын болады. Но осылай лесканы қатты тартқан кездеріңізде нечаянно осылай шығып кетуі мүмкін. Сол кезде қайтадан дұрыстап алыңыздар да жалғастырып кетіңіздер. Міне біз қазір астыңғы лескамызды астыңғы бір жемчугтан өткізіп алып жатырмыз. Міне әрі қарай жалғастыру үшін және жоғары жақтағы лескамызға осылай бір ежик, бір жемчуг моншақ өткіземіз де крючок жасаймыз. Міне жемчуг моншағымызды өткізіп, крючок жасап, астыңғы лескамызды сол крючокқа өткізесіздер де тартып жұмыс жасай бересіздер. Міне қараңыздар, мына жерде осылай қатты тартқаннан шығып кетіп отыр. Осылай қайтадан осылай дұрыстап аласыздар да жалғастырып кете бересіздер. Но жаңағыдай қалып қоймасын сыртында крючок. Соған жақсы мән беріңіздер. Міне осылай өткізіп алып тартасыздар. Астыңғы лесканы қайтадан солай бір жемчуг қаттан өткізесіздер де үшінші қатарды жасайсыздар. Міне осылай өткізіп аламыз. Қолыңыз жетпеген жерлерді осылай жіңішке қайшымен немесе инемен лескамызды тартып алуымызға болады. Но қатты кесіп кетпеу керек, лескамыз өсіп тастамасын. Міне осылай үшінші қатарды жасап алдық. Енді соңғы төртіншіні қалай аяқтаймыз? Ол кезде екі жемчугтан өткізесіздер. Қатар тұрған екі жемчугтан. Астыңғы төртінші қатардың соңғы жемчугі мен жанындағы қатардың бірінші жемчугына осылай өткізіп аласыздар. Міне. Қазір мен бір астыңғы жемчугтан өткіздім және бір жанындағы жемчугтан өткізетін боламын. Осылай, міне. Қараңыздар, осы екі жемчугтан өткіздім. Енді сол лескаға бір ежик өткіземін де крючок жасаймын. Солай келесі лесканы сол крючокқа өткізіп тартып,
бірінші қатарды аяқтаймыз. Міне осылай жақсылап тартып аласыздар. Енді жанындағы және бір жемчуг моншаққа өткіземіз де екінші қатарын бастаймыз. Екінші қатарда тоже солай 2 моншақпен басталады, соңы 1 моншақпен аяқталады. Міне осылай жемчуг өткізесіздерде жемчугқа крючок жасап, астындағы лесканы осылай тартып аламыз. Формасын жақсылап тартамыз. Вот. Енді астыңғы лескамызды осы бір ежіктен өткіземіз. Алдыңғы бірінші қатарда біз жемчугтан өткізген болатымыз. Енді осылай только ежіктен өткізіп, соңына дейін тоқисыздар. Міне осылай жалғастырасыздар. Және екі жанын соңғы жоғары жақтағы соңғы бір қатарды тоқымайсыздар. Сумканың формасы солай болады. Соңғы бір қатар тоқымайсыздар. Осылай жақсылап қысып алып, барлығын осылай тоқып аласыздар. Міне осылай шығады. Көріп тұрғандарыңыздай соңғы бір қатар тоқылған жоқ. Енді біз сумочкамыздың ручкасын жасап аламыз. Ол үшін осындай местерге қазір бірінші қатарға жасап көрсетемін. Осылай үшінші ежик моншақтың астыңғы қатарынан жасайсыздар. Мен сіздерге қазір үстінен жасап көрсетемін, чтобы түсінікті болу үшін. Лескамыздың бір ұшына осылай 3 моншақ кезек-кезек өткізіп аласыздар. И жемчуг моншаққа крючок жасап, осылай тартып аласыздар. Дәл осылай, бірақ астыңғы қатарға жасаңыздар. Міне көрсетер ме? Осылай шығады, сол кезде тоже квадрат болып. Енді біз не істейміз? Сырт жақтағы тұрған лескамызды үстіңгі жемчугқа өткізесіздер де тоқымамызды жалғастырамыз. Міне осылай бір ежик, бір жемчуг өткізесіздер. Міне осылай өткізіп аласыздар да астыңғы лескамыздан өткізіп, осылай тартамыз. Сол кезде байқасаңыздар кубик шығады. Міне жақсылап тартасыздар да астыңғы лесканы бір ежик моншаққа осылай өткізіп аласыздар. Осылай айналдырасыз, тоқисыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, ешқандай түсінбей қалу деген жоқ. Өзі көрініп тұрады қай жаққа қарай жаңағыдай тоқу керек екен. Осылай қайшының иненің көмегімен қолың жетпейтін жерлерді жасап алсаңыздар болады. Осылай тартып, осылай жақсылап тартасыздар да жоғары жақтағы лескамызға осылай бір ежик, бір жемчуг өткізіп крючок жасайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай тартып аласыздар. Міне байқасаңыздар уже кубиктің үш жағы дайын. Енді біз астыңғы лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Астындағы жемчуг моншақта міне көрініп тұрған ортадағы. Байқап тұрсаңыздар, міне қараңыздар. Міне тұрған жемчуг моншақ, міне көрсетіп жатырмын. Және осыдан өткізесіздер де, міне сырт жағынан көрсен, міне осы моншақтан өткізіп аласыздар. Астынан бір и жоғарғы жақтағы жемчуг моншақтан өткізіп аласыздар. Сол кезде біз уже осылай 3 моншақтан өткіздік деп есептейсіздер. Міне қараңыздар. Осылай өткізіп тартып аласыздар. Міне жақсылап тартасыздар. И бір моншақ өткізесіздер. Сол кезде квадрат пайда болады. Осылай бір ежик моншақты өткізесіздер де. Дәл осылай 2 рет қайталаймыз. Дәл осы моншақтармен, дәл осы схемада 2 рет қайталаймыз. Міне қараңыздар, осылай тартып аламыз. Лескамыздың енді бір ұшына 3 моншақ өткізесіздер. Бір жемчуг, бір ежик, бір жемчуг қылып. Міне осылай өткізіп аласыздар.
ешқандай қиындығы жоқ. И осы үшінші моншаққа крючок жасап, астыңғы лесканы өткізіп, келесі осылай квадратымыздың, осындай көбегіміздің бір бетін міне қараңыздар жасадық. Енді астыңғы лесканы астыңғы бір моншақтан өткізесіздер, ежик моншақтан міне көріп алыңыздар. Тартамыз, үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткіземіздер. Осылай 3 моншақпен бастайсыздар. 2 рет 2 моншақпен жұмыс жасайсыздар, және соңғысында астыңғы лесканы 2 моншақтан өткізу арқылы бір ғана моншақ қосып, солай көбекті аяқтайсыздар. Ручканың соңына дейін дәл осы схема қайталанылады. Міне қараңыздар. Осы ежиктен өткізіп аласыздар міне. Өтті. Осылай тартып аласыздар. Жоғарғы лескамызға тоже осылай 2 моншақ өткізесіздер. Крючок жасайсыздар. Осылай жақсылап тартып аласыздар. Үш жағы дайын болды. Енді қараңыздар. 2 моншақтан астыңғы лесканы өткізесіздер. Бірінші ежиктен, сосын бір жемчугтан. Міне, өткізіп алып тартасыздар да. Бір ежик моншақ өткізесіздер. Крючок жасап, өткізіп, жақсылап тартып аласыздар. Міне, осылай тартып аласыздар. Және осылай бір қатар тоқисыздар. Міне осылай да бір қатарымызды осылай тоқып аласыздар. Міне мен қазір аяқтадым. Бізде общий 4 қатар болды. Енді біз 5-ші қатарымызды немен бастаймыз. Енді бізде мүлдем ежик моншағын қолданбайсыздар, тек қана жемчугпен ручкасын жасайтын боламыз. Осылай 3 жемчугты аласыздар. Дәл сол схема, только ежик моншақ қолданбайсыздар. Міне осылай 3 моншақ алып, 3-ші моншаққа крючок жасайсыздар. Міне крючок жасап аласыздар да, астындағы лескаға өткізіп тартасыздар. Міне осылай пайда болады. Кішкене ішке қараңғырап тұрады. Міне осылай. Енді астыңғы лескамызды бір ежик моншақтан өткізесіздер де. Жақсылап қарап алыңыздар, осылай болып шығады. Осылай астыңғы моншаққа өткізесіздер. Міне осы ежик моншаққа. Осылай өткізесіздер де, жоғары жақтағы лескамызға 2 жемчуг моншақ өткізесіздер. Енді тек жемчуг моншақпен жұмыс жасайсыздар. Тартып аласыздар. Осылай жақсылап тартасыздар да, дәл осы схема бойынша кете бересіздер. Астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткізіп аласыздар. Міне осылай өткізіп аласыздар. Енді үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Осылай өткізіп, крючок жасап, астыңғы лескамызды
крючоктан өткізесіздер де осылай тартасыздар. Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан және жандағы моншақтан өткізесіздер. Бірден 2 моншақтан өткізесіздер. Дәл осы схема бойынша тоқып кете бересіздер. Осылай өткізіп аласыздар. Енді 1 моншақ өткізесіздер. И крючок жасап, лесканың келесі ұшын сол крючоктан өткізесіздер де жақсылап тартасыздар. Осылай тартасыздар. Міне біздің ең негізгі ручканың түбі жақсы болып шықты. Енді ручканың ары қарай жасаймыз. 3 моншақ аласыздар да осылай жалғастырып кете бересіздер. 3 моншақпен бастайсыздар. Одан кейін 2 моншақпен 2 рет жасайсыздар да соңында 2 моншақтан астыңғы лесканы өткізіп, бір ғана моншақ қосып, сонымен аяқтайсыздар қатарды. Осылай жалғастырып кете бересіздер. Осылай 7 қатар тоқисыздар осындай майда моншақтан. Келесі бетінен де дәл осылай жасап аласыздар да 7 қатар тоқисыздар. Енді екеуін біріктіреміз. Біріктірген кезде бір жағындағы лескамызға бір моншақтан өткізіп аламыз. Осылай екі жағында тоқып аласыздар да осылай бір моншақтан өткізіп аласыздар. Бұл жер кішкене қиындау болады. Но енді жақсылап тартып, енді өзі астыңғы лесканы астыңғы жағынан осылай өткізесіздер. Өзі көрініп тұрады. Бір моншақ артық шығып, сол моншаққа өткізесіздер. Міне жақсылап қарап алыңыздар. И крючок жасайсыздар сол моншаққа. Сонымен осылай жақсылап тартасыздар. Міне осылай тартып аласыздар. Ол сонда да все равно босап кетуі мүмкін, но сонда да қысып тартып қоясыздар да келесі бетін тоже осылай бір моншақ өткізесіздер лескамызға. И ол жақта да солай бір моншақ шығып тұрады. Сол моншаққа бір лескамызды өткізіп, крючок жасап, келесі лескамызды сол крючоктан өткізіп тартасыздар. Сол кезде осы моншақ жиырылады, бір-біріне біріктіріледі. Екі жағы да 7 қатардан болуы қажет. Екі жағынан да осылай өткізіп аласыздар да міне. И крючок жасап, міне моншаққа келесі лесканы сол крючоктан өткізесіздер. Осылай жасайсыздар міне. Қазір басында осылай бос болып, кішкене қиналуларыңыз мүмкін, түсінбей. Но жаңағыдай бір-біріне өткізіп кете бересіздер. Болды, басқа ешқандай моншақ қоспайсыздар. Тек қана жақсылап тартып, бір-біріне өткізіп, крючок жасап, солай бір-бірлерін біріктіресіздер. Міне осылай бір-бірлеріне напротив жүресіздер де. Екі жақтың екі лескасы бір-біріне қарама-қарсы жаңағыдай моншақтарын өткізіп, крючок жасап, солай жасайсыздар. Міне қазір мысалы кішкене босап тұр, но бұлар бірігеді. Ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Міне осылай жақсылап тартып аласыздар да ұстап тұрып, осылай бір-бірлеріне жаңағыдай өткізесіздер. Міне осылай өткізіп аласыздар. Жақсылап тартып, босап кетпеуі қажет. Жақсылап тартып, ұстап тұрып өткізесіздер. И осылай айналдырып, осы жерде именно ручкасын айналдырып, осылай моншақтардан лесканы өткізесіздер де крючок жасайсыздар бір-бірлеріне. Ұмытпаңыздар соны. Міне осылай айналдырып алып келіп жатыр. Міне осылай айналдырып алып келіп, бір моншаққа екеуін қарама-қарсы лесканы қарама-қарсы қылып аласыздар да, и крючок жасайсыздар соған. Солай айналдырып тоқи бересіздер.
белгілі бір қағида, онда ештеңе жоқ. Жай ғана басында солай бір моншақтан өткізіп аласыздар да, и өзінің қатарындағы шығып тұрған бір моншаққа крючок жасайсыздар. Ары қарай только жаңағыдай лескаларды бір-біріне өткізіп, крючок жасап, жақсылап қысасыздар, мықтылап. Солай байлап шығасыздар. Міне. Осылай бір-бірлеріне өткізіп, жақсылап қысып аласыздар. Міне осылай айналдырып тоқисыздар. Міне астынан да өткізесіздер. Осылай өзі 4 моншақты айналдырып, солай крючок жасап шыға бересіздер. Ешқандай да бір қиындығы жоқ. Өзі көрініп тұрады жұмыс барысында. Басында тек қана жаңағыдай жақсылап қысып ұстап алуыңыз керек. Міне осылай өздері өз формаларын осылай ұстайды бұлар. Осылай жасайсыздар. Моншақтар уже бір-біріне жақсы біріккен кезде уже аяқтаймыз. Осылай лескаларымызды жанына қарай өткізіп шығасыздар, тоже крючок жасап. Дәл лесканы қалай аяқтаймыз, бұны да дәл солай артқа қарай жүру арқылы осылай аяқтаймыз. Және артық жерлерінің бәрін лесканы қырқып тастайсыздар. Міне осылай біздің бір ручкамыз почти дайын болды. Міне жақсылап осылай өткізіп алып тастайсыздар. Вот, ешқандай да ештеңе жоқ. Дәл бірдей болды. Міне. Енді екінші жағына тоже осылай жасап шығамыз. Міне достар, біздің сумкамыз дайын болды. Екі жағына да ручкасын жасадық. Үлкен моншақтардан 4 қатар, ал майда моншақтардан общий 15 қатар болды. Бір ручкасында 7 қатардан 14 қатар, және сіз ортасын біріктірдіңіз ғой. Сонымен бірге общий 15 қатар болады. Міне осылай қолдансаңыздар да, сатсаңыздар да болады, немесе ішіне мешок тіксеңіздер де болады. Осымен сумкамыз дайын. Табысты, қайырлы білім тілеймін.